Фоксидің өтірігі. Ішім пысты. Мұнда істейтін істе жоқ. Тіпті аспанда ішімді пістіріп жіберді. Бұл ағаш екен ғой. Оның көлеңкесін құбыжық екен деп қалдым. Бұрынғы кездегідей болсам бұл ағаш жайында жақсы өтірік тауып айтар едім. Мен ештеңе істеген жоқпын. Мен ешқашан өтірік айтпаймын деп сөз бердім ғой. Енді өтірік айтпаймын. Шын айтасың ба? Ол соншалықты дәмді ме? Ойя, ондай дәмдіні сендер ешқашан жеп көрмегенсіңдер. Тағы да айта бер, жасыра сілтеп тұрған жоқсың ба? Алаңдамаңдар, ол рас. Шын айтам, ол өте дәмді. Өтірік айтады. Маған сеніңдер, оның дәміне қоса, оның көлемін айтсаңдар, ол өте үлкен. Маған сенбеймін. Сен өте үлкен және дәмді жемісті жеп көрдім деймісің? Бүкіл орманнан ондай үлкен жемісті таба алмайсың. Тым асыра айтып тұрсың. Мүмкін кішкене шығар, бірақ ол шынымен үлкен, мұнанша үлкен. Қызық екен. Себебі мен мұнандай үлкенін көргенмін. Мен ондай үлкен болып өсетін жемісті көрмеппін. Сендер оған сеніп тұрсыңдар ма? Ол өтірікші ғой. Оныкі рас болуы мүмкін. Фокси ешқашан өтірік айтпаймын деп сөз беріп еді ғой. Бірақ онда үлкен жемістің болуы мүмкін емес қой. Фоксиге сенемін десеңдер, өздерің біліңдер. Оныкі дұрыс. Мен тіпті ойлап үлгермей өтірік айттым. Енді не істеймін? Фокси, ол үлкен дәмді жемістің қайда екенін біледі екен. Тіпті ол өзі бірнешесін жеп көріпті. Мен ол жемісті өте пайдалы және өте дәмді деп естідім. Оның көлемі тіпті Юру мырзадан да үлкен екен. Барып Фоксиден оны қайдан табуға болатын сұрайық. Тамаша ой, ол жеміс туралы сөздің өзі менің қарнымды аштыртты. Жоқ, бұл жақсы емес. Мүмкін мен біраз уақытқа тығылып жүре тұрармын. Көрдің бе? Сол үшін біз бәріміз Фоксиді іздеп жүрміз. Мүмкін ол бізге жемістің қайда екенін айтатын шығар. Не деген ақылсыз едің. Фокси қайда кетіп қалған? Жоқ. Фокси? Осында екенсің ғой. Мұнда не істеп жүрсің? Мен бәрін түсіндіремін. Әлгі жеміс барлығына бірдей жеті қояр деп ойламаймын. Орманда жануарлар көп қой. Тағы өтірік айттым. Ал мен сендерді жақсы көргендіктен оның қайда екенін айтып берейін. Біз көп жемейміз, біз кішкентаймыз ғой. Тамаша, Суку, оны ағаш тақтарының арасымен өткіз. Бұл жол қауіпсіз болады. Фокси, соңымнан ер. Ол жеміс шынымен керемет болса керек. Төмен қара, Гуан. Сен бірдеңе көріп тұрсың ба? Арыңдар, абайларыңдар. Сен оны таптың ба? Мен неге бұлай істеп жүрмін? Әй, сәл баяулата аласың ба? Гуд, көріспегелі көп болды. Тамаша, Гуан келгендіктен менің басым бәлеге алды. Енді не істесем екен, бұл өтіріктен енді қалай құтыла алам? Меніңше, бұл дұрыс жол емес. Меніңше, ол ана жақта. Меніңше, ол бұл жерде де емес. Ана! Шамасы біз дұрыс бұрылған жоқпыз. Мүмкін мен біраз осында отыра тұрсам, Гон мен жоғалтып алдым деп ойлайтын шығар. Бір секунд, енді есіме түскен сияқты. Не ойлап тапсам екен,
Айтуға қиналып тұрғаным... құбыжық! Шындығын айтар болсақ, ол жемісті ала алмаймыз. Гуан, ол жеміс өсетін жерде алып құбыжық өмір сүреді. Оның маңына ешкімді де жолатпайды. Оның тістері үлкен, тырнағының өткірлігі сонша. Егер бас салса, оның қалдыратын тыртығы өмір бойы жазылмайды. Оған қоса оның жылдамдығы, оған тіптен көз ілестіре алмайсың. Сонымен түсіндің бе? Меніңше, ол жемісті іздеуден бас тартуымыз керек. Ол қайда кетуі мүмкін? Әне Фокси, мен оны таптым! Мен Фоксиді таптым! Енді не істесем екен? Ана жақта тағы да не болып жатыр өзі? Эй! Гуан, сен қаншалықты алысқа бармақшысың? Мына жігіттердің барлығы қайда пайда болды? Қарным ашар. Ол жемістің дәмі қандай екені маған өте қызық болып тұр. Қандай ыстық! Не? Бұл не? Мен енді жүре алмаймын. Жолым болды. Жоқ! Бұл мүмкін емес. Бұл жерде осыншама үлкен жар қайдан пайда болған? Біз мұнан өте алмаймыз. Алдыңғы жылы келгенде бұл жоқ еді ғой. Мүмкін емес. Жоқ. Біз енді ештеңе істей алмаймыз. Кері қайтайық. Мұнда тұрғаннан пайда жоқ. Оның дәмін сондай татып көргім келіп еді. Бекер келіппіз. Сондай өкінішті. Жеміс сондай дәмді ет. Дәмін тата алмағандарыңа сондай өкінем. Сау болыңдар, балалар. Ренжімеңдер, жарай ма? Сондай өкінішті. Енді мен де үйіме кетейін. Тоқта, оңайлықпен беріле қоймаймыз. Гон, не дейсің? Сен не айтпақшысың? Біз тағы не істей аламыз? Сенің ұшатын ойың бар ма? Не? Ол шынымен өтіп кетті ме? Жоқ, мен осында күте тұрайын. Рахмет. Бұл қатты ауыратын сияқты ғой. Енді оларға бұның өтірік екенін айту тым кеш. Енді не істесем екен? Енді қаншалықты жүруіміз керек? Оны менің де білгім келіп тұр. Бұл жаман оқиға қашан аяқталар екен, Ана жаққа барайық. Мүмкін су табармыз. Мен шаршадым. Үйге қайтамын-ау дейін. Бірақ сен осыншама жолды өттің ғой. Иә, бірақ мен қатты шаршадым. Оған қоса ол жемісті жегім де келмей қалды. Түсінікті. Жолың болсын. Шөлдеп кеттім. Менің су ішкім келіп тұр. Су. Жеміс. Әлгі жеміс. Ана үлкен жеміске қараңдар. Не? Біз оны таптық па? Мен оны таптым. Бұл бір өтірік болып еді ғой. Бірақ біз ол өтірікті таптық. Қандай дәмді. Жоқ, бұл мүмкін емес. Сен оны қалай тауып алдың? Бұл менің құпия жерім еді ғой, менің құпия жемісім. Оны сен қалай тауып алдың? Ол жеміс тек бұл жерде ғана өспейді ғой.
Оның өсетін 20-дан астам жерін білемін. Ал сен тек біреуін ғана. Не? Шын айтасың ба? Әрине, мен білемін. Бұл керемет қой, бізге көрсетесің бе? Мені күте тұр. Мені де. Мен тағы да солай істедім. Неліктен тағы да өтірік айттым екен? Бәріміз бірге барайық. Маған сапарға шыққанын айт. Мен сенің жан досың боламын, жарай ма? Ей, тоқта. Сен жүгіргеннен шаршап қаларсың. Менің арқама шығып ал, солай ыңғайлы болады. Жоқ, тоқтаңдар. Мен өтірік айттым. Жоқ, шын айттың. Мені қайда тастап кет. Тығылыңдар, бізді көріп. Неге сонша тесіліп қарап тұрсыңдар?